пайғамбар тістерсін қан болып, ол жерде мүшриктер пайғамбар өлді деп естігеннен кейін ғана кеткен. Оларға керегі осы. Қалғандардың бәрі анау басшыласа болды, керек емес ол. Сонда қараңыз, кетті. Пайғамбар қансырап жатқан кезінде Омар радиаллаху анху келіп, Алланың елшісі салсам, не деген 70 шахид кетті ғой, анау қарилар кетті ғой, тірі құрандар кетті ғой, шахид болды. Не деген бұл үлкен шығын болды мұсылмандар үшін да, бір адам маңызды кезде ше. Тем более өзіміздің қателігімізден болып тұр. Сонда Омар радиаллаху анху келіп ашуланып тұрып, Алланың елшісі салсам, дұға қылсайшы ана адамдарды Алла Тағала қырсын. Дұға қылшы. Пайғамбар дұға қылса негізше, пайғамбар дұғасы қайтарылмайтын адам. Дұға қылсаңшы жанларды Алла Тағала жермен жексен қылсын деген өзінде. Омар, олар менің бауырларым ғой деп айтты. Рулас. Рулас. Олар менің туысқандарым ғой деген. Біз қазір пайғамбарды сүннетімен жүреміз да, біздің ешкім әлі тісіміз сындырған жоқ. Біз әшейін бір кішкене бір сөзді көтере алмай қалып жатырмыз. Мына жерден сүннеттен шығамыз. Әлі сүннетті естіген көшеде бауырларымыз жүр да, пайғамбардың сүннеті деген жейтін нәрсе ма деп жүргендер бар да, біз оларға хадис айтып тұрып, сен адам емес. Ол адамдар бір кішкене ауыр сөз сөйлейді, біз көтере алмай қалып жатырмыз, жігіттер, намаз оқитын жігіттер. Біз білеміз, өзіміз айтамыз. Алла Тағала кез келген адаммен жақсылықпен де сынайды, жамандықпен де сынайды, жоқшылықпен де сынайды, тоқшылықпен де сынайды. Біз сынайды деп тұрып содан өте алмайды. Ең простойына қараңызшы, ең простойынан өте алмай қалып жатырмыз. Ертең үлкен сұрақтар келсе не болады мұсылмандар? Біз әшейін өзіміздің туысқандарға мейірім көрсете алмай жатырмыз да, ертең бөтен адамдармен көршілес болсаңыз не болады? Бізге қазір көбірек жігіттерге, намаз оқып жүрген жігіттерге кішірейе көріп бізге. Пайғамбардың сүннеті сол кішірей деген ғана чуму болып кеткен деп айтқан жоқ қой. Ұрып атса да мен деп тұра бермейді. Бірақ кішіпейіл болып адамдар сізге қарап исламға баға беріп жатыр. Біз тақи киіп аламыз да боқтап ағып жүре береміз. Жараса ма? Біз кішкентай нәрселер. Алла Тағала Құранда айтып жатыр. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Сүйіншіле сондай адамдар. Сіз сол адамнан болғыңыз келмей ме? Қарасаңызшы, тірісін сен жүрсің, Алла Тағала айтып жатыр. Сүйіншіле сондай адамдарды. Қандай? Просто так, мен мұсылманмын деген адамдар емес. Кез келген иман жайлы айтқан кезде, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Иман келтіргеннен кейін артынан салихалы амал міндетті түрде келеді. Просто мен мұсылманмын, жәннатқа кіріп кете салу, ол екі талай жігіттер. Алла Тағала айтады, сүйіншіле сондай адамдарды, иман келтіргеннен кейін салихалы амал еткендерді. Еткіңіз келмей ме? Салихалы амалға біздің жатқан жаңағы тек қана намаз, ораза, отырып Құран, сол ма? Салихалы амалға Алла жолында не істейсіз бәрі жатады. Біреу келіп сізге деп сөйлей жіберуі мүмкін да, сіз сол жерде өзіңіздің салихалығыңызды көрсете алмасаңыз, не деп жатыр Алла Тағала? Просто жәннат емес, астынан өзендер ағатын жәннатпен сүйіншіле деп жатыр да, қажет емес па? Мына жерде қазір тапшанда бір кафеге барып тегін тамақтандарымызды билей жіберіп жатырмыз ғой. Кішкене ақыға бәрін істеп жатырмыз. Айтып жатыр, сен кішкене сабыр қыл, салихалы амалға ше, тек қана сен істеген құлшылығыңды деп Пайғамбар саллаллаху келіншегі Айша анамыз айтқан, радиаллаху анха, құлшылықтың ең абзалы қарапайымдық деген. Мына жерде қазір кез келген жігіттермен тұрған нағашының жігіттер. Кәмінелде ғалу болып тұрған. Сыртқа шыққаннан кейін барып ше, көрсетсін саған не болады, мына жерде итіңді шығар, больницадан бір-ақ шығасың, дұрыс па? Мына жердегі машалла соханалардың бәрі қалады. Не дейді? Сен Алла Тағала кез келген адаммен сынай салады. Просто келе жатасың, өзің ойлашы, көшеде келе жатасың, Пайғамбар саллаллаху алейхи ең соңғысын айтайын. Ауру, кафарат бар, сен көшеде келе жатасың, ең ақырғысы қараңыз Пайғамбар саллаллаху алейхи. Аяғыңа тікен кіріп кетеді дейді да.
Соңға жараса сен күнән кешіріп жүр. Мына көшемен қайта тек қандай жынды жүрмеген мына көшемен. Мына көшемен ешекте жүрген, атта жүрген, көлікте жүрген. Сен келе жатсың. Дың етіп ана сонша адамдарға тимеген тікен сені күтіп жатыр да. Дың ете қалады да. Алла тағала сенен бір кішкене күнән алып тастайын деп жатқан кезде, ішің бәле болды дейсің да. Сен айтасың, бәле болды дейсің да. Алла тағала айтып жатыр, пайғамбарымыз айтып жатыр. Алла тағала сенен соған жараса күнәні кафарат еткісі келіп тұр дейді. Әйтпесем ол тікен мен емес, мына кісінің дәлелдей салуды Алла тағала қадір еді ғой. Бір тікен да, сен тура соны барып дәлелдейсің да. Сізден сонда мұсылман ретінде альхамдулилля Алланың қалауы ғой деген нәрсе шығу керек. Басқа не істейсің? Бірақ барып тікенді баса жүрме дейді, кафарат болсын деп жауап бересің.